Жалпы көпшілік спорттың жекпе-жек түрлерінде жүрген жігіттерді негізінен тек күшке сенетін ұрдажық деп ойлайтыны жасырын емес. Бәлкім ондайларда бар шығар. Бірақ олардың басым бөлігі жекпе-жек алаңының ішінде жасындай жарқылдағанмен, жай өмірде қарапайым да салмақта сабырлы келеді. Елімізге танымал аралас жекпе-жек майталманы, көне Тараздың тарланы Алаш Прайд жауынгерлік клубының белді мүшесі Ермек Тұлауов та сондай жігіттердің қатарынан. Әкеміздің әкесі туған атамыз палуан кісі болған екен. Басқа ауылдарға барып, жаңағы күрестерге қатысады екен, жаңағы күресіп, жаңағы кәдімгіде жүлделерді алып келетін кісі екен. Туыстарымыз айтады, атасына тартқан екен ғой деп, осы сөзді талай естідім ма. Негізі бір көрген адам Ермекті белгілі жекпе-жек шеберінен гөрі мәдениет немесе дін саласының өкілі екен деп қалуы әбден ықтимал. Өйткені оның биязы да жұмсақ дауыспен сыпайы сөз саптауы, иман жүзділігі, жалпы айналасындағылармен қарым қатынасы ішкі жан дүниесінің де нәзік әрі таза екенін айғақтап тұратындай. Қарапайым семьяда өскен. Бойда көбінесе 3-4 бөлім сонымен жедім. Содан алсам, маған бір-екі рет көрсеткен, қандай қалай алу керек екенін бір-екі тәсілді. Сол грэпплинг ұнайды. Ермекпен қанша спарринг өткіздің? Спарринг көп өткізгенбіз, бірге біраз тренировка істедік. Он изматывает соперников в первых раундах. Он вяжет их. Это самоучка, как я знаю. Как удав, да? Да, он потихоньку выматывает соперника и потом уже либо волевую. Но он старается, я вот как заметил, старается меньше ущерба сделать противнику. Үлкен жауапкершілікті түсініп, сенім мүддесінен шығуды мақсат тұтқан Ермек, біртіндеп Алаш Прайд промоутерлік орталығы ұйымдастырған республикалық және халықаралық турнирлерде жеңіске жете бастады. Жарыс Талдықорған қаласында болды, Перовка деген ауылда.
сөйтіп бір қарсыласпен шықтым. Қарсыласпен шыққан кезде тез жеңіске жеттім. Қайкиік дейді басқа. Бастан удар жасап 4 секунд па 5 секунд мыштама тез нокаутқа жіберіп сөйтіп жеңіске жеттім. Асты жайлауында жарыстар өткіздік. Шабанда кісілер дейді. Сосын ауылдық жерлерде жаңағыдай жекпе-жек жарыстар өтеді. Сондай жарыстарға қатысып, осы Алматыда өткен достық спорт кешенінде Нариман Мұсаев деген жақсы спортшыны сол жерде басты кездесуді бір аз уақытта шыға салып, 5-6 секунд өтті ма, есімде жоқ. Сол сөйтіп көзге түсе бастады. Әсіресе оның атағы Ресей елінде өткен баяқты халықаралық бәсекелерде қатты шықты. Битва под Москвой 10 деген жарыс. Сол кезде соған шақырды, айтты, біз Қазақстаннан ешкім оған қатысқан емес. Fight Night үлкен организация. Бүкіл СНГ көрсет, бүкіл СНГ-де прямой эфирден көрсет, өзін жақсы көрсету керек деп. Қуана қабылдадым осыныстан. Айтты, біздің ММА-дан әлі прямой эфирден бүкіл СНГ-ге ондай қазақ балаларына көрсеткен емес, сен бірінші адамсың, айту керек, жеңіске жеттік. Содан сол жарысқа шықтық. Бірінші кәсіби жекпе-жегімде сол кезде жеңіске жеттім. Мәскеу түбіндегі шайқас деген жарыс өтті, Москва қаласында. Енді ол кезде ең үлкен жарыстардың бірі. Сол жас армениялық спортшыны қолын тартып, таза жеңіске жеткен еді. Воин, он выходит и отдается полностью, до конца дерется. Никого никогда не боится, никогда не думает, не горит. Ну, я просто его знаю, сколько лет вместе. Ермек 2015 жылы Краснодар қаласында өткен Течкіреп гран-прийінің финалында ресейлік Дмитрий Карабейникті тұтып, аталған ұжымның чемпиондық белбеуін жеңіп алды. Краснодар қаласында 8 адамның ішінде чемпион атанып, сол белбеуін ұтып алды. Бұл жарысқа мен шығамын деп ойлаған жоқпын. Бұл жарыстың алдында бір себептермен тренировка жасамай демалып жүрген кез едім. Орныма басқа бір бая шығу керек едім. Сол кезде ол травма алып қалды да, содан кейін маған ұсыныс жасады, шығып бер осы орында. Мен бір аса шыққым келген жоқ, мен айттым, шықпай ақ қойсам қалай болады деп, жоқ, осындай адам керек болып тұр, шықтым. Бойға шықтым. Сөйтіп Аллахтың қалауымен бірінші раундта тоже жеңіске жеттім. Болевой жасадым. Одан кейін екінші бойға шыққым келген жоқ, екінші бойға басқа рет жіберем дедім. Сен адам табылмады, тура шығу керек қой мен Аллахтың қалауы. Екінші бой чечнялық Беркут көпті да, Беркут көптің байысы Расул Эдиев деген. Соны жеңдім. 3 адам финалға шықты. Мен шықтым, Руслан Шеріп болып шықты, және Рамзан Алгереев Қазақстан атынан шығып жүрген. Үшеуміз финалға шын жеттік. Екеуі ұтылды, сөйтіп Аллахтың қалауымен бірінші рет болып сондай гран-прийда жалғыз жеңіске жеттім. Краснодардан белбеу әкеліп сөйтіп атқан. Сол кезде мамамыздың көзінен бір жарқ еткен бір жарықты көрдімші. Сол кезде айтты, иә, көшеде мақтаныш болғанда да өзі ауырып, ай күні санау адам өзі кірпігі жыбырлап атқан кісі сол кезде айтады, көшеде келе жатсам, мені тоқтатып, сіз Ермек Тұлауовтың анасысыз ба? Осындай ұл туғаныңызға рахмет деп қолымды алған адамдар бар деді. Әрине, өмір бірде ақ, бірде қара жолақтан тұратыны белгілі. Үлкен табыстардан кейін біршама сәтсіздіктер де болды. Грозный қаласында біраз кездесулер өткізді. Беркут гран-прийіне қатысты. Ол жерде де қазір уақытта ICI-да алғашқы үздіктердің қатарында жүрген Коков деген спортшы. Ермек негізі салмағы 66. Біз оны 70 килограммға қостық, себебі 66-та Ержан Естағановты қосқан болатынбыз. Сол бірінші кездесу Сайт Хамзатты ұтып, одан кейін екінші кездесу Коковпен жаңағыдай жеңіске берілмейтін сондай кездесу болып, тең дәрежеде сол салмақ физикасы кішкене сәл жетіспеген көрінді. Есеп айырмасымен ұтылды. 2016 жылы жарақатына және отбасылық жағдайларға байланысты Ермекке жаттығу мен жарыстардан едәуір үзіліс алуға тура келді. Ауыр науқасқа ұшыраған анасына шипа іздеп, ары бері шапқылаумен болды. Мамамыздың қайтқаны
енді бәріміздің қабырғамыз қайысқанымен ермекке қарап біз одан бетер қайыстық. Өйткені ермекке сөздің шыны керек, Алла да куә, ермекке мамамыздың кеткені бізден де қатты ауыр тиді. Содан қатты өз-өзіне айлап емес, 3 жыл болады адамымыздың кеткеніне, енді ғана есін жиды ғой. Тірі тіршілігін жасайды демекші Ермек Тұлауов анасының жылын берген соң бұрынғы спорттық бабына қайта ену үшін белсенді жаттығуларға кірісті. 2017 жылы бірнеше сәтті жекпе-жектер өткізді. 2018 жылдың соңында Талдықорғанда Алаш Прайд промоутерлік орталығы ұйымдастырған халықаралық жарыста Дағыстандық Абдулмуталип Кайырбековпен кездесті. Бой тең түсті. Абдулмуталип Кайырбеков деген Дағыстандық палуанмен. Негізі бір тең түс өтті, жеңіс соған береді. Одан кейін де көп нелер жазған еді, елдер уже жасы келді, пенсияға шығу керек, әлі техника жетпейді деген сияқты. Дағыстандық спортшымен шықты Талдықорған қаласынан, Орбұлақ шайқасында. Ол спортшыны әуесқой спорттан барлық чемпионат Россия, чемпионат Дагестан, әлем чемпионаты деген сияқты отып, одан кейін бірнеше жеңіске қатарынан жеткен. Сол спортшымен теңдей болды. Былайша айтқанда. Бірақ жеңіс анаған берілді. Әрине бұл сәтсіздік Ермекке оңайға соққан жоқ. Бірақ қашанда сабырлы да салмақты мінезінен айнымайтын жерлесіміз сыр білдірмеді. Белді спортшының жағдайын түсінген Данияр Қасқарауов үстіміздегі жылдың наурыз айында Тараз шаһарындағы Тараз аренада үлкен халықаралық жарыс ұйымдастырып, басты жекпе-жекке жергілікті жанкүйерлердің сүйіктісі Ермек Тұлауовты қойды. Бұл үлкен жауапкершілік еді. Қарсыластары оңай болған жоқ. Жекпе-жекті өздеріңіз көрдіңіздер. Шығардың кезінде Ермек айтып отыр жаңағыдай. Дәл осы жарыс басталып, Ермек кезек жақынаған кезде бас айланып, денсаулығы сыр беріп. Сездім дейді андай. Күшімнің егер уақытынан тез бітірмесе, шамам жетпеуі мүмкін 15 минуттық кездесуге деген сияқты. Сонымен енді тәжірибенің өте жоғары екенін байқадық қой сол жерде. Қарсыласым Иван Жвербля деген белорусиялық палуан. Алдында бойларын көрдім. Өте сондай не бойлар аз болғанмен, бірақ ударка жағынан дейді, тіке тұрып төбелесу сол жағынан күштірек, физика жағынан мен қарағанда күштірек көрініп тұрды. И выносливость еді, шыдамдылық жағынан, ол жағынан да жақсы. Только близкие знали, что он болеет. Но сниматься было нельзя, это все ждали этот бой. И соперник был серьезный очень. Честно сказать, очень переживал, я думал, лишь бы он удар не пропустил, потому что у него не было сил, у него головокружение было. Я думал, если он не сможет его поймать, будет тяжело. До второго раунда бой вряд ли бы дошел. Әрине, қалың жанкөрге мен айқас алаңына ауырып шығып ем деп ақтала алмайсың. Оларға ең алдымен сенім артқан жерлесінің жеңісі қажет. Қысқасы, шегінерге жер жоқ. Жекпе-жектің басында қабырғамнан бір удар болған байқадым. Сезілді, бірақ ондай еткізумен қаттыдан бермейді оған қабырғаға. Бой біткеннен кейін бірақ сразу сезді, білдім төмерді қабырға сынған. Ермек, я вам говорю же, он воин, он вышел, чтобы не подвести публику, своих родных, близких, родственников, там сколько людей было в Тараз-арене. Он вышел, хотя там очень опасно было. Честно сказать, я очень переживал. Там, знаете, как нервничал. Не знал, что делать. И водой его поливали, что только не делали. И вот этот момент действительно, Бог помог ему действительно. Қарсыласының түрін көріп қорқып кеттік басында. Жеңетін білдім, бірақ сезіп отырмын. Сендің? Сендім. Аллахқа тәуекел етіп, не болса шықтық. Білдім, егер бірінші раундтан екінші раундқа ары асып кететін болса, уже ары қарай шамам жетпейді-ау деген сияқты. Сөйтіп стойкада ойладым, неге стойкада бір нокаут болатам, сондай бір жоспар болды да. Бірақ сөйтіп Аллахтың қалауымен стойкада төбелес басталды, бірақ өзіміз базовый борец болғаннан кейін бәрі күреске кетіп қалды. Шанс болды, мүмкіндік сондай бір қылқындыруға ол шанс келді. Соны бүкіл күшімді беріп, сол әдіс жасадым, қылқындыру, жеңіске жеттім. Қаншама қиыншылықтан өтті. Енді клуб үлкен, бәрін көтеріп алып жүру мүмкін емес. Алғашқы бір көп мүмкіндікті біз басқа спортшыларға көбірек салдық. Ермекте де артында екінші
жақында дұрыс болып қалады, ертең дұрыс болып қалады деп қаншама уақыт жоғалтып алдық. Соның бәрін қарай келе ермекте негізі асыра мақтағандық емес, ешқандай да ермектің тәжірибесімен жаңағыдай UFC-ға 100% кіретін мүмкіндігі бар спортшы еді. Ассаламалейкум, қазақ елі. Бауырларым, барлықтарыңа келіп, қолдау көрсеткендеріне үлкен рахмет. Осы Данияр ағамызға, Данияр Қасқаров ағамыз, неше уақыттан бері осы таразда өтсеміз деп келе жатып, бірінші рет өткізіп жатыр. Үлкен рахмет осындай ағаларымызға. Осы ағам себепті мен осы дәрежеге жетіп, ММА-ға шығып, үлкен көмек жерді. Кеткен уақыт, кеткен тер, мүмкін соның бәрін көңілі босаған шығар. Оны мен айтып жеткізе алмаймын. Себебі мен де сондай көңіл күйде болдым. Ермек көңіл босаған кезде. Онда Ермек екеуміз түсіндік деп ойлаймын өзіміз. Дәм татып өзі туыстар және достарымен емен жарқын әңгімелесіп сұхбаттастық. Бауырларым, осы барлықтар Тараз қаласында тұрады, 6 ағайындымыз. Үш әпкем Алматыда тұрады, әпкелерім тұрмыс құрған. Әрқайсысы қазір ағайындылар бала шағалы өз үйлерінде тұрады. Өз тірліктерімен? Өз тірліктерімен айналысады. Қарашаңырақта өзің қалдың ғой? Қарашаңырақта өзіміз қалдық. Үйдің кенжесі қайда тұрады? Үйдің кенжесі інім, бірақ ол бөлек шықты. Жақында үйленген, кішкентай бар. Көп балалы қарапайым отбасында туып өскен Ермектің әкесі Манат өмірден ертерек озды. Отбасын асыраудағы бар ауыртпалық анасы Зоя Алпысбайқызының мойнына түсті. Сондықтан үлкен аға әпкелері сияқты Ермек те жастайынан еңбекке араласып өсті. Есейе келе қатарлас көше балаларына ілесіп, еркін күрес үйірмесіне қатысып, жақсылық үшкемпіріп, Дәулет Тұрлыхан бағаларым сияқты атақты балуан болсам деп армандады. Жалпы көшемізде жас балалардың барлықтары спортқа қатысатын, барлықтары жиналып күреске барып тұратын. Сол барлықтарымыз жиналып соларға қызығып күреске бардық, кішкентайымыздан бастап қатыстық. Кішкентайдан болды сол 14 жастан бастап күреске қатыстық. Бала кезден спорт құмар ғой. Тренировкаға бармаса ауырып қала ма деп қоясың. Қалмайды. Қалмайды. Неден бастады? Күрес. Күрестен бастады. Бала кезде бәріміз осы жерде күрес, сөйтіп жүріп күреске бардық. Жетістіктерге жетіп. Алғашында жасөспірімдер арасында қала, облыс көлемінде жүлде бастады. Сосын республикалық жарыстарда топ жарып жүлдегер атанды. Кейін жарыстарға қатыстық, областной турнирларға, Қазақстанға шықтық. Сөйтіп жақтан орындар алып, 20 жасқа шейін күреспен қатыстым. Күреспен айналыстым. Грек-рим күресін? Грек-рим күресін. Кім керектеуші едің сол кезде? Ол кезде біздің ағаларымыз Жақсылық Үшкемпіров ағамызға, Дәулет Тұрлыханов ағамызға соларға қарап, еліктеп сөйтіп өстік. Елордамыздағы Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық спорт интернатта оқыды. Ол кезде енді жарыстарға шығып, Қазақстанды ұтып, жақсы орындар алып жүргеннен кейін сонда мүмкіндік болды Астанаға түсуге. Өзім ағам Төлеев Нұрлан аға сол Астанаға түсірді. Астанада көп оқыған жоқпын, 1 жыл оқыдым, сонда мектепті бітірдім. Жеке отбасын ерте құрған Ермек күрестен де ерте кетуге мәжбүр болды. Аллаға шүкір, қазіргі таңда 4 перзенттің Асқар Таудай сүйікті әкесі. Ерте жұмыс істедім. Жұмыс, әке-шешеге көмектесу деген сияқты, сол себепті күрес тастап кеттім. Үйлендім? Үйлендік, бала шағалы болдық. Қиын заман болды ғой. Спортты қоюға тура келді. Спортты қоюға тура келді, отбасын ертерек құрды. Бірақ енді Құдайға тәуба, алтын келініміз бар. Ұл қыздары бар, керемет тәтті. Келінімізге өте ризамыз. Өте жақсы, мамам да өте жақсы көретін келін. Жылдар өте келе спортсыз жүре алмайтынын түсінген Ермек ашы тер сіңген боз кілемге қайта оралды. Күрестен бөлек аралас жекпе-жекке де ден қоя бастады. Начальник охрана жұмыста жүрдім. Бізде жұмыста интернет бар еді, сол кезде бойларды көретін, UFC бойларын, рейзинг емес, сол кезде Pride деді, Pride бойларын көріп өте қатты қызықтым. Байестен канал болса, Байестен каналдан ресейлік М1, Fight Night деген сияқты жарыстарды көріп жүрдім, көп қызығушылық сол кезде пайда болды деп айтса да болады. Жұмыста отырып азанға шейін сол
жасаған приемдарды, jiu-jitsu'нун приемдарын өзім солай не алатын, зерттеп, соларды үйренуге тырысып, кейін рукопашный бой болды бізде қалада. Серік Он оказался сильным, на вид мне казалось слабый, оказался сильным. Ты боксер. Я боксер, старался учиться в борьбе. Шынында сүйікті спорт. Жуырда Арман Оспанов пен Евгений Гембердиев Мәскеу төрінде Шешенстанның атақты промоутерлік компаниясы ұйымдастырған үлкен халықаралық турнирге қатысқан болатын. Бұл турнирге Алашбай жауынгерлік клубының басшысы Данияр Қасқаров Алматыда жарыс өткізуіне байланысты бара алмай қалған еді. Бірақ жігіттеріне сәттілік тілеп шығарып салған. Женяның қарсы осетиялық спортшы бұрынғы екінші чемпион Ишибей тұтқан. Америкада академия кикбоксинг мықты залдарда UFC-дің спортшылармен дайындалып жүр. Сол сияқты арманында спорттың арасында профессиональный рекордтары именно профессиональный спортта көп кездесулерге шыққан, өте тәжірибелі. Онысына өз осы бойды сұрап алып отыр. Көреміз енді. Сәттілік тілейміз. Клетка көрсетеді. Соперник, да, серьезный соперник. Ударник он, стараться будет, думаю, что будет стойки работать, но это же бой, посмотрим, как будет. Примерно у нас есть план на бой, но как будет, так будет. Иншаллах, только на победу надеемся. Қос жігітіміз де Ресей астанасында тамаша өнер көрсетіп, қарсыластарын терең нокаутқа жіберді. Тіпті Арманға ең үздік нокаут номинациясы бойынша қосымша қомақта сыйақы берілді. Ал Евгений Гембердиевтің бұрышында досы әрі бапкері ретінде Ермек Плауов тұрды. Бұл жайт Женяның жігерін қайрай түскен анық. Выходя в бой, это, знаете, вот лично я нуждаюсь в таком человеке близком. Когда ты выходишь в бой, неизвестно, что там будет. Там может быть все, что угодно. Это же бой. И тебе нужен такой человек, который тебе подскажет, вовремя скажет. Поддержит. Он поддержит, да. Он знает многих бойцов, он разбирается в спорте. Где надо, он подскажет. Где надо встать, он скажет, встань. Где надо поджать, он скажет, подожми. Жоғарыда Ермек Плауовтың Тараз аренада өткізген жауапты жекпе-жегінде қабырғасын сындырып алғанын айтқан болатынбыз. Бүгіндері жарақатынан айыққан ол қайта белсенді жаттығуларға кірісті. Бұйыртса, сабырды да салмақты қазақтың қара баласы қалың жанкүйерін жекпе-жек алаңында әлі талай жарқын жеңістермен қуантады деген сенімдеміз. Енді біздің мақсат тоқтап қалмау, әлі де болса ең бастысы Ермектің көзі жанып тұр. Әлі де алдыға қойған өзінің бір ойы бар, мақсаты бар. Қазір енді Ермектердің алдыңғы составтың негізгі мақсаты сол үлкен ареналарға шығару ғой. Үлкен осылардың жаңа жеткен тәжірибесін жастарға беру, алып қалу. Енді егер дұрыс қазіргі система режимден Ермек жақсы қабылдайды. Артық жүріс-тұрыс жоқ енді. Таза жаттығу. Сондай-ақ Данияр Алдабергенұлы Ермек Плауовтан болашақта үлкен бапкер шығатынына да кәміл сенетінін жасырмады. Ол енді менің негізгі жоспарым. Себебі бұндай бапкерлерді Бразилиядан, Дагестаннан алып келіп жатады. Енді бапкерлікте ол да уақытпен келетін тәжірибе ғой, бірақ күрес жағынан келген кезде барлық өзі боец, туып өскен рингте қалай ұстау керек, психология жағынан болсын, физика жағынан, салмақ болсын, барлық жағынан енді тәжірибесі бар. Ол болашақта Ермектің жаңағыдай шәкірттерін тәрбиелеп, Алашбайдың болсын, Қазақстанның болсын жігіттерін күрес жағынан дайындаса деген ой бар. Иә, расында Ермек Манатұлы Плауов жан-жақты адам. Жалпы оның өмірлік ұстанымы талай жастарға үлгі өнеге болар анық. Ендеше қасиетті Тараз топырағынан жаралған тарларымызға тек сәттілік тілейміз. Он мой брат. Мы с ним, даст Аллах, мы будем вместе до конца с ним. Мы уже сколько лет вместе. Чтобы у него все было хорошо. Иншаллах, у него пополнение скоро будет. Тоже надеемся, что... В общем, перспектив много, чтобы все было только хорошо, чтобы он шел только вперед, чтобы его семья поддерживала, чтобы близкие всегда были рядом, были здоровы, все было хорошо. Дальнейшего роста в карьере,
он будет улучшаться, расти. Я верю, что он еще высших достижений добьется. Это только начало для него. Удачи ему. Алдыда жастарға қазір дайындалып жатыр. Қазір осы аса тұжырымына контракты отырғысы келіп, осы дивизион мықты, жаңа Арман Осман бәрі бір салмақта, жаңа Павел Пудников болсын, Расул Мирзаев. Соған да кіргісі келген, бірақ қазір енді Алматыда өтетін жарыста қатысады. Ары қарай тағы көреміз, дегенмен уақытта біраз жерге кеп қалды, бірақ оны барлық спортшылар мойындайды, өзінің кім екенін дәлелдеді, көрсетті. Енді қазақ тарихындағы ең бір мықты спортшылардың бірі болып аты қалады деп ойлаймын. Тек биік шыңнан көріне берсін, үлкен Қазақстанның елге қалып жақсы болады.